Машина шоқалақтап секіріп ойқы-шойқы жолда ызылдап жүрісі өнбейді, алдан түк көрінбейді. Әлгі ертегілердегі таусоғар мен көлтаусарлар шайқасындай құм, қар, жентек-жентек машинамызды сабалап құм қойнауын әңкі-тәңкісі шыққан. 2 мәрте оппағарға тығылып әзер шығарып алдық. Өлдім-талдым дегенде жылт еткен жарық көрінді. Әупілдеген 2 барақ ит алдымыздан жүгіріп шығып шабалана үрді. Қора-қопсыға жанай салынған үйге тақап тоқтай қалғанда есіктен тонын желбегей жамыла бір жігіт жүгіре шықты. Кет әй, әрі кет деп итерді апарып үйшіктеріне қамады. Келіңіздер деп басса техникті ғана танып, біздерге таңырқай қарап үйіне бастады. Жаурап қалмадыңыздар ма? Жол ұзақ, күн болса мынау боран дегендей, мен свет берейін, қазір шабанканы қосайын деп серейген ұзын жігіт қалбалақтап қалды. Кыр-пыр етіп шабан движогы оталып, лып-лып электр жарығы жанды. Біз үйге жаурап кірдік. Бетінің қызылы тамған толықша келген ақсары келіншек үй ішін жиыстырып, төрге көрпе төсеп жатыр. Бекболов бірден тапсырма бере бастады. Пешті жағып шайларыңды әкеліңдер. Келінжан тездет тоңып қалдық. Қазір ағалар. Дөңгелек үстел үстіне қант, май қойып, шай әкелгенше Бекболов таныстыра бастады. Мына кісі бәріміздің бастығымыз деп мені мақтап талай жерге апарды. Өзі газетке шыққан менің әңгімелерімді оқығандығын танытып, үлкен жазушы деп дардай қып қойды. Бір үскен су торғайдай әптер-тәптер шығып мыжырайған Ережепов пешке кіріп кеде жаздап қақталып отыр. Ал осындай сапарларға әбден етөліп кеткен Ертай ширақ қайта қонақ қағады. Мынау әлгі жылқышымыз Саттар, мынау келіншегі Гуля. Шаймен бірге сыңғырлап бөтелкелер келді. Ережепов көзі тұнып, 2 рет қырлы стаканмен тартқаннан кейін кәдімгідей сөйлей бастады. Ал Басеке, мен мына Саттармен Қаншенгелге барып келе қояйын деп Бекболов орнынан тұрды. Келін шырағым, соғым етіне молырақ сал. Мен де әлгі пошташыға шаруам бар еді, сендермен бірге барайын деп Достырақтың бастығы Ертайды оларға қосылды. Ережепов машинадан сөмкемді алам деп далаға бірге шығып кетіп еді, көзі тіпті атысып кетіпті. Үстелде тұрған арақтан дәу бір стаканға лүпілдете өзі құйып толтырып алды да лықылдата жұтқан-ай. Шөкім нанды иіскелеп бірдеңелерді мұрнының астына міңгірлеп айтқан бойы қылжиып ұйықтап кетті. Бұрышқа көтеріп апарып жатқызып үстіне тонын жаптым. Бұл кісі де көтере алмайтын болыпты. Әйелі басқа күйеуге тиіп келі осындай болып жүр деген аптал арыстандай жігіт еді. Қазанға ет салып болып дастарханның шетіне тізе бүккен келіншек бұрышқа немқұрайлы ғана көзін қиығын салды. Өзі түк ішпейді. Енді осыдан мәңгіріп, ертеңгісін бірақ оянады. Өте білімді жігіттің төресі еді. Шамның білтесіндей таусылып бітіп барады. Дастархан үстіне бір шиша арақ әкеп қойды. Оқымысты қайным, жаурап келдің ғой, кел мынадан тартып жібер. Жаңа айттым ғой, мен ішпеуші едім. Онда менде таза спирт бар деп сандығын сарт-сұрт еткізіп ашып, ішінен әскери фляжка шығарды. Ем үшін қарашы, түшкіре бересің, денеңді суық буып алған. Шынында да мұздап жайым болмай тұр. Жасым 29-да дейсің бе, күйеуім 36-да, ал өзім деп сылқ-сылқ күлді. Өзім биыл 26-ға шығамын. Мә, мына келіншек менен де жас екен ғой. Жұп-жұмыр білегі мен толық омырауына көзім еріксіз түсіп кетті. Оқымысты қайным-ау, жеңгеңнің ниетін қайтарма деп стаканға жартылай фляжкадан спирт құйды да бір шыны таза су әкеліп берді. Жарқылдай күліп, денесін тақай жаныма отыра кеткенде жылы ағыс бойыма жүгіріп өтті. Ем үшін демалмай тартып жібер. Әрі-сәрі боп отырып, ақ жеңеше, бірінші сіз алыңызшы. Әй шешек-ау, мен тамақ істеймін ғой, мейлі, оқымысты қайным айтқанда уда болса дәм болар деп өз-өзінен құйғанды ары бұрылып сіміріп алды да артынан су ішіп біраз отырып қалды. Бері бұрылғанда жанарында лыпылдаған от тұтаныпты. Әдемі жан жадыратар жымиысы қандай. Нартәуекел ала ғой, қане қайным. Иә, денсаулығы үшін деп көзімді шарт жұмып тартып кеп жібердім. Ауа жетпей тұншығып барамын. Мынаны жұтып жіберіңіз деп мөлтілдеген кеседегі суды ұсынды ақ келіншек. Іш әлемім өртеніп барады. Лезде бусанып, жаным жадырап шыға келді. Темірпештегі лаулаған оттан ба, үй ысып барама, арқама жапқан тонымды сырып тастадым. Көзім шырадай жанып, артынан ішкен 2 кесе ыстық шайға балбырап, балқып, ішкі әлемім ыстық ағысқа толып, рахат күйге бөленіп, толып шыға келдім. Әбден буыныңызды суық қармап қалыпты. Кел теріңді сүртіп жіберейін деп, әппақ жұмсақ сүлгімен бет-аузымды бір қолмен сүрткіштеп, екінші алақанымен арқамды сипалай ма, әйтеуір бір рахат әлемге жаным бөленіп,
Бүкіл денем жадырап шаттығанын сала жөнелді. Оқымысты қайнымау, кел енді. Кішкене ғана ішсеңіз, түкте болмай бір жола сауығып кетесіз. Манағыда емес, өзімнің де тағы ындыным құрып зейінім соған ауып тұрып. Мына бұлқысыған әдебін келіншек тағы қышаса деген емексі ой буады. Терлеп жақсы боп қалдым, жетер жеңеше. Жеңгеңнің тілегін қайтарма. Суық әбден сорып тастаған, сүйек-сүйегіңе дейін өтіп кеткен. Егер мұнан ішпесең, кейін кеселденіп кетесің. Ақ жеңеше, оның бәрін қайдан білесің? Мен көп нәрсе білемін, қайным. Қазір су әкеп берейін. Менен кейін ол да тартынбады. Темір пеш үстінде қазанда жылқының сұр еті шырқ-шырқ қайнады. Үй іші ыстық па жоқ, спирттен бе терлеп ап жөнелдім. Шыр етіп бала жылады. Келіншек лып көтеріліп толқи басып, мен қазір дегендей ыммен білдіре түпкі бөлмеге кіріп кетті. Баласын ұйықтатып қайта кіргенде келіншек тіпті ажарланып кетіпті. Екі беті албырап, ерні қызғалдақтың үлбіреген қауызындай қызара толып, көзі жарқырап, үстіне жеңсіз көйлек киіпті. Үй ысып кетті ғой дейді, менің сұқтана қарағаныма қысылғандай. Таралған екі бұрым шашы ұзын, арқасын еркелей қағып бөксесін ұрады. Ол отты қағыстырып, сорпаны сапырып, етті аударыстырып жатқанда шыдай алмай орнымнан қалай түрегеліп, арт жағынан барып қапсырақ құшақтағанымды білмеймін. Оның қолаң шашын сипап, өзіме тартқанда ол күле бұрылды. Өй, қайным-ау, етті сапырайында деді, зілсіз үнмен сыбырлай. Мен еркінсіп кеттім. Әппақ мәрмәрдай мойнынан, жұпар иісті омырауынан, топ-толық ерінен өліп өшіп сүйе бастадым. Шешегі-ау, жүр, ана бөлмеге барайық деп еркелей назданған келіншек түпкі бөлмеге жетектей жөнелді. Әппақ сейсепті көрпе жапқан жерге төсек салып қойыпты. Сол бұрышқа барып шырт еткізіп жарықты өшіріп шешіне бастады. Күмпиген төсекке сүңгіп, келсейші деймін үздігіп. Қазір дейді ол шашын түзей, көрпені аша беріп. Шыдасайшы жаным, алтынның буындай, күмістің суындай іңкәр көңіл алып ұшып барады. Күн сіңген, сүт сіңген, уыз иісі бұрқыраған, топ-толық ұршықша иірілген піскен әңгелектей жас келіншек есімді алып, елжіреп, алыс-алыс арман тауларынан асып кетіп барамын. Шаттық шыңдарына биіктеп келемін. Не деген ғажап әлем, сиқырлы дүние, мың ғасырда бір-ақ рет келіп кететін нағыз рахатыстан ұжмақ есігін ашып, төрін ұсынып, таңғажайыптармен таңғалдыра таныстырып, есімді алып барады. Бәрін ұмыттырып, естен тандырып, есеңгіретіп барады. Қыз жібектің желкілдеген әсем көңіліндей, Ақбаянның ақжарқын пейіліндей, қызғыртқаның сағынышты сазындай әлдилеген ағылпа әппақ сезімдер тұтқында шахид болып кетсең де арманың болмас сірә. Әппақ шуда-шуда бұлттар үстімен желбірей ұшып келемін. Ағараңдаған ақ періштелер тым биікке алып ұшып әкетті. Көзім ілініп барады екен, селкете ояндым. Аналар келіп қалса қайтеміз. Ол мойнымды құшақтаған білегін алып мекірене керілді. Малдың бүкіл документін, актілерін түні бойы толтырып таңертең ғана келеді. Олар Қаншенгелге ғана барып келеміз деді ғой. Иә, Қаншенгелдегі пошташының үйінде. Сонда олдан ветврач, управляющий бәрін шақыртып, документтерді толтырып жатыр. Мені алдап тастап кеткен бе сонда? Шырт ете ашуланып орнынан қарғып тұрып кеттім. Таңертең бірақ келеді. Түнімен карта соғып арақ ішеді. Әппақ сазандай бұлықсыған келіншек артық кемі жоқ әппақ тәнін жарқырата көрсете, еш қымсынбай түрегеле бастады. Не болды жаным деп тік тұрған мені жалаңаш күйі қыса құшақтап құшырлана сүйді. Манағы бір сәттік жойқын сезім, асығып аптыққан қызба мінез, сап басылған қатталданғаныма ішімді удай өкініш тілгілейді. Қойныма суық жылан салып жібергендей қиналдым. Мені бәрің алдағансыңдар ма сонда? Қайным-ау жаным, не болды соншама? Жаңа киімді бірден батпаққа салмас болар. Қызығымызды лайламашы, қойшы жаным. Оның жәдігөйлене жалына бастағанына ішім мұздап лезде қатайып алдым. Қойшы жаным, міне денең де лапылдап тұрып, тундрада жаурап келген қонақта елімен жатқызып жылтады екен. Сен де енді ауырмайсың. Шоферімді да машинаны алып кеткенін қарашы. Қойшы жаным деп тығыршықтай келіншек жұп-жұмсақ үнмен бөбегін сипағандай сылап-сипап өбектей бастады. Әйелдің демі айналып төңкерілгені, сыбырлағаны бәрі жаныма майдай жағып барады. Бірақ сыр бермегенсіп сазарып қатайып алдым. Неге сонша қапа боласың? Тікен ішінде де гүл болады, батпақта да алтын жарқырап жатады. Өмірдің осындай сәттілігін сезініп, дәнін теріп жемесең, аққан судай өте шыққан ғұмырыңда не қызық қалады? Түп-түзу жолда жалықтырады. Анда-мында өстіп бұзып қоймасаң несі қызық? Сен көрінгенмен өстіп жата кетесің бе деген суық
Сұрақ көкейімде тіреліп тұрып қалды. Тас қорғысында да ыстық балқытады. Ол менің қолымнан тартып қайта жатқызды. Қайным-ау, мына келіншек әбден бұзылған, көрінген еркекке көз сатады екен деп ойлап қалдың ба? Менде ар намыс бар. Көрінген кешіп өтетін жайдақ су салдақ емеспін. Есіңде сақта жаным. Сенсең сен керіп келген бетте қунап қалдың. Жер бетінде қыбырлаған қаншама адам бар, бірақ саған бұйырғаныма шын бақыттымын. Өйткені сен маңдайы жарқырап туған нағыз алтын айдарлы ертегімсің менің. Сенесің бе? Сені осыдан бір ай бұрын түсімде көргенмін. Жаңа кіріп келгенде таң тамаша болдым. Мен ылғи осылай болашағымда түсімде көремін. Бақсылығың бар ма, тәуіпсің бе? Жоға, бірақ келешекте болатын жағдайларды түсімде алдын ала көріп қоятыным бар. Ылғи осылай. Апыр-ай, мен түк көрмеймін, тіпті түкке сенбеймін. Білесің бе, армандай берсең алыс таудың шыңына да шығасың. Міне бүгін сенімен жолықтым. Бақыттымын. Мұндай бақыт бұйыра бермейді. Ол өліп өшіп қайта сүйіп құшақтап еркелете бастады. Шынында да жомарт бақыт құсы басыңа қонды деген осы ме екен? Келіншектің ыңғайына көніп, бұлықсыған денесіне көміліп, арман тауларына қалықтап барамын. Ләззат атты таңғажайып әлем есігін ашып, бәрін тарс ұмытатын, әппақ нұрға бөленіп, гүл-гүл жайнар қайран шақтар-ай. Ауызғы бөлмеде қаңғырлап шелек қылады. Тасыр-тұсыр етіп есік ашылды. Шошып тұра бергенімде, жаным, ол Ережепов қой, есін білмейді, далаға шықпақшы. 100 грамм құйып берсең өлген өгіздей былқ етпей сүткілеп ұйықтайды, деді келіншек ыбысты құшағына қыса. Тұрайық дедім де тез киіндім. Ережепов таладан қалтырап дірілдеп, жылан қуған көжектей бүрісіп, сұрқы қашып, көзі бағжаңдап, дөңгелек үстел жанына сұлқ отыра кетті. Күннің суығын-ай, кел жылыну үшін кішкене алып қояйық деп, келіншек алдына арақ құйылған стаканды қоя салды. Анау дауыл күнгі қураған жапырақтай дірілдеп, стаканды екі қолмен ұстап, езуінен тамшылата тыжырына жұтты. Әншейінде шәушиген беті тіпті күйген терідей тырысып-бырысып, жұдырығымен аузын басын сүрткіледі. Сүт пісірімдей тұнжырап отырды да бөтелкені алып тағы өзінен өзі құя бастады. Сіздер үшін күнде мұндай той бола бермес деп тағы сімірді. Арақ ішкенде ашырқанып, бет-әлпеті шөпшиіп, бір уыс болып тыжырынып, біреу желкелеп батпақ жегізгендей әбден қиналады екен. Ет балбырап пісіпті. Міне түсіріп жатырмын деп, ұршықша қозғалған қызыл-сары келіншек пештің түбінде дөңгеленіп жүр. Ережепов шынында да арақтан әбден жеңіліпті. Отырған орында көзін жартылай жұмып, ес-түссіз қылжиып қалды. Ауылдан шыққалы аузына түйір ас салмады ғой бұл сабазың. Күйіп кетеді ғой. Ішіне түскен шер-шермені өстіп жынды сумен жуамын деп жүріп, бір жолата өртеніп кетеді ғой. Жігіттің төресі еді бұл кісі, нағыз интеллигент, білімді, жұмысты шыр айналдыратын мықты маман дейтін. Әйелі мұны тастап басқаға тиіп кеткелі бері осыған үйір болып, ақыры осындай сормаңдай күйге түсті. Ортадағы нән табақтағы еттің шетін де ой алмадық. Бір-бір кесе құрт қатқан сорпа ішіп, келіншекпен емен жарқын әңгімелесіп отырмын. Мыналар кешікті ғой. Ертеңгісін бірақ келеді демедім бе, деді келіншек жайбарақат. Сағат тілі түнгі 3-ті көрсетіп тұр. Ыстықтап далаға шықсам боран әлі ұлып тұр. Түнде әлде қайдан аждаханың қырылындай зәрлі запыран тұла бойыңды тітіркендіретін жаман үн сарнайды. Жүрегім шым етті. Аласұрған бақсыдай ұйқы-тұйқы соққан бораннан денем мұздады. Жып-жылы ұяда үйге кірсем, лаулап жанған темір пеш түбінде келіншек жүрелеп кішкентай ағаш орындықта жылап отыр. Екі көзі қып-қызыл, жасы бетіне айғыз-айғыз ағады. Не болды дедім сасқалақтап. Ұлан Керімбекович, кешірші. Кейде бақыттан бас айналып осылай іштегі шер-шеменді шығару үшін қатын деген өстіп жылап сықтап алатыны бар. Сіз мені бір жеңіл жүрісті салдақы деп ойлап қалдыңыз-ау сірә. Жоға деп сасқалақтап қасына тізе бүктім. Мен де біреудің еркек қызы едім. Үйде бір ұл бір қыз ғана едік. Ағам ерте үйленіп кетті. Мен студент болып анау-мынау жігіттерді менсінбей көкірек керіп жүріп алдым. Тәкаппарлық жарға жығады. 3-ші курста сағымға жолықтым. Әу, оны сіз танымайсыз ғой, атын не қып айтып отырмын. Ол физкультурный институтта оқиды. Күрестен қала чемпионы. Ұзын бойлы бұйра шашты әлгіні өлердей жақсы көріп қалдым. Мына ессіз жақсы көру де апиын секілді жындандырып, не істеп не қойғаныңды білмей қаласың. Онымен ресторандатып анда-мында қонып қалып жүріп жүкті болып қалдым. Төңірегінде өңкей спортпен айналысатындар, шетіне мақтаншақ даңғой,
қалталарында уыс-уыс ақша. Түнімен сайрандап, күні бойы жапалақ секілді пырылдап ұйықтайды. Аяғым ауырлағаннан кейін үйленейік деп едім, өзіме тарпа басталды. Немене деп сандалып отырсың? Әлі оқуды бітіруіме 2 жыл бар. 2 жылдан кейін көреміз. Оған дейін күн санап өсіп бара жатқан ішімді қайтемін десем, басымды қатырма көп, алдырып таста. Сен ақ бәле болдың ғой жабысып деп. Қанша жылап жалынып жалбарынсам да тастап кетіп қалды. Жолы жіңішке, біздер жылағаннан басқа қолымыздан не келеді? Әбден